Так, келесі слайд. 24 оқушының 10-ы қыз бала. Біреуі қыз бала болатын 3 оқушыны кездейсоқ таңдау тәсілі. 27 оқушының 10-ы қыз бала. Да? Значит, ол не деген сөз? 17-сі ұл бала, ұлдар, ал 10-ы қыздар. Так, біреуі қыз болатын 3 оқушыны кездейсоқ таңдаудың тәсілі. Біреуі қыз болатын. Да? Давай қыздарды x деп белгілейік. x1, x2, x3 и так далее, x17. Ұлдарды y деп белгілейік. y1, y2, y3 и так далее, y10. Так, біз осы жалпы қараңыз, 17 баланың ішінен, то есть кешір, 27 баланың ішінен үшеуін алуымыз керек. Бірақ үшеуінің ішінде бір қыз болу керек. Сондықтан да қара міне, мен 17 қыздың ішінен, 10 қыздың ішінен біреуін ғана таңдаймын. Ал 17 баланың ішінен екеуін таңдаймын. Сосын көбейте салам. Болды. То есть, вот смотри мне. Y1-ді алам, мынаның ішінен x2-ні, x10-ді алам мысалға. Вот міне, бір жоқ. Видишь, да? Сосын Y1-ді x3, x12 мен алам, екінші жоқ. Міне, осындай қанша жұп бар деп сұрап тұр ғой сенде. Жұп бес енді, трио. Түсінікті ме? Все санау керек. 17 факториал. 17-тен 2-ні алғанда бізде 15 факториал, и мында 2 факториал. Ну, 10 дегеніміз ол 10-ның өзі. Так, мына жерде 17 факториал дегенде 15 факториал, көбейту 16, көбейту 17. Мына жерде 15 факториал и 2 факториал көбейтілген 10. 2 мен 10 қысқарады, мынау 5 болады, 15 қысқарады. Так, и бізде қалады 16 көбейтілген 17 көбейтілген 15. Да? Короче, 30. 17-ні 10-ға көбейтеміз. 5-ке көбейтеміз, да? 50, 85. 85-ті 16-ға, да? 0, 3, 0, 3, 6, 48, 49, 50, 51. Здесь 5, здесь 8. 0, 6, 13. Он и шалпас. Мне он дошел. Поняла? Так, дальше. Так, енді мне надо есеп көріп қалу мүмкін. Ответишь, хочу сфоткать. Я запись сделаю же, тебе скину. Ладно. Ссылку скину тебе. Нет, просто мне сейчас нужно просто скриншотить. Это все нет, самое. Давай заново напишу тогда. Просто если была версия. Мне. Еще раз. Он же это ұлдар. Оны қыздар. Оны қыздар. Так, ну, а барлығы қанша бізде? Барлығы 27. Я? Значит, сен 17 ұлдың ішінен 2 ұлды аласың, 10 қыздың ішінен 1-ін аласың. Ну, ол бізде запомни мне. Вообще формула CN1 это есть просто N. И CNN это единица. Поняла? Так. Ну, тут 15 сокращается, остается 16, 17 и тут у нас будет 10, а тут еще 2, тут еще 10. Нам скорот 8, 80 на 17 умножить, да?
Короче, 17 умножить на 8. Это что будет? 7, 49, 56. 6, 3 в уме. Здесь 8, 1, 8, 9, 10, 11. Так, а что теперь уже другой ответ вышел? Тут. Там что-то ничего неправильно. М? Значит, неправильно, кажется. 15, 16, 17. Так, 10 факториал ана жерде 15 факториал қысқарады. 16 болады, 17 болады. И 2 бөлінген 2. А мынау 10. Это 5. Былай екен ғой. Это 0, 80. 80 на 17. Да? Угу. 80 на 17. Короче, 17 на 8. Так, 7, 49, а 49 плюс 7, это будет что? 56. 6, 5 в уме. 5 в уме. Тут 13. Все верно. 13, 6, 0. 13, 6, 0. Вот он. Поняла? Угу. Все. Все. Так, следующее. Енді міне мынандай есептерді көрсеткенге отырсаң, атқыштар туралы мұнда келіп қалуы мүмкін. Екі атқыш бар. Атқыш А, атқыш Б. Біреуінің нысанаға тигізу ықтималдығы 0,6, екіншісінікі 0,7. То есть біреуінікі 60%, екіншісінікі 70%. Поняла, да? Угу. Процентпен көрсетсең, мынаны 100-ге көбейте саласың. 70. Ой, неме жазып жатырмын? Говорю одно, пишу другое. 60. 60%. Мынау қанша бізде? 70%. Так, енді қара. Вот мынандай жағдайлары болуы мүмкін. Екеуі де нысанаға оқ атады. Міне, екеуі бірден атуы мүмкін. Немесе бірінші сатады, сосын екінші сатады. Бұндай оқиғаларды үйлесімді оқиғалар бәрібірде. То есть бір сәтте деген сөз келмейді, үйлесімді дейміз. Бір сәтте деген одновременно деген сөз болады. Бұлар енді екеуі бірден атуы мүмкін. Немесе кезек-кезек атуы мүмкін. Бірақ бәрібірде соны біз үйлесімді дейміз. Түсінікті? Біреудің пайда болуы, екіншінің пайда болуына әсер ете алмайтын оқиғалар дейді. Енді бұл академикалық несі анықтамасы, айтылуы. Оны енді көбіне түсіну қиындау. Міне. Екеуі атты, екеуі де нысанаға дәл тигізді. Енді сұрақ былай болуы мүмкін. Екі атқыш нысанаға оқ атты дейміз. Кезек-кезекпен немесе бір сәтте атты екеуі. Екеуінің де нысанаға тигізу ықтималдығын тап дейді. Екеуі де нысанаға тигізеді. Екеуінің де нысанаға тигізу ықтималдығы, значит 0,6-ны 0,7-ге көбейте саласың, болды. То есть это 42%. Поняла? Дальше. Прекрасно. Енді мынандай оқиға болуы мүмкін. Тигізбейтін жүзден азайта саламыз. Міне. А атқыштың нысанаға тигізу ықтималдығы. А атқыш тигізеді, Б тигізе алмайды деген оқиғаны табу керек. Міне. Это легко, да. Нысанаға тигізеді, атқыш Б тигізе алмайды. Именно А, міне, қара, мына жерде былай дейді. А тигізеді, Б тигізе алмайды. Көріп отырсың ба? Вот. Значит, 0,6-ны 0,3-ге көбейтесің. А 0,3 қайдан шықты? Егер P ол 0,7 болса, ал Q деген оның тигізе алмауының ықтималдығы. Значит, бірден 0,7-ні азайтамыз. Ол бізде 0,3. Поняла? Егер мына жерде P 0,6 болса, Q-ді табу үшін бірден 0,6-ны азайтамыз. Ол бізде 0,4. Ну, понятное дело енді оның ықтималдыққа тигізу міне. Оның тигізе алу ықтималдығы 60% болса, тигізе алмауы 40%. Поняла? Мынандай есептер болмай, по идее. Мынаның тигізу ықтималдығы 70 болса, оның тигізе алмауы 30%. 30% дегеніміз 0. Енді қара міне, бұл не деген сөз? Атқыш А тигізді, ал Б тигізе алмайтынның ықтималдығы керек. Бізге именно міне А тигізеді, Б тигізе алмайды деген оқиғаның ықтималдығын табу керек. Значит, 0,6-ны 0,3-ге көбейте саламыз. Поняла?
Енді мынандай жағдай. Былай немесе былай міне. Бұдан не түсіндің сен? Екі атқыш нысанаға оқ атады. Түсінікті? Екеуі де тигізеді. Екеуінің біреуі тигізу керек. Міне. Екінші тигізеді. Немесе бірінші тигізу керек. Поняла? Вот. Ол оқиға міне, оның схемасы былай болады, міне. А тигізеді, Б тигізе алмайды. Сызықша. Сосын немесе деген плюс деп жазылады. Плюс немесе А тигізе алмайды, Б тигізеді. Ал А көбейту Б дегеніміз ол және деп оқылады. Және. А және Б. То есть А да Б да тигізеді деген сөз. Ал А қосу Б дегеніміз А тигізеді, А немесе Б деген сөз. А тигізеді, Б тигізе алмайды. Немесе А тигізе алмайды, Б тигізеді. Поняла? Вот, бұны осылай түсіну керек. Міне. Міне, А тигізеді, Б тигізе алмайды. Немесе А тигізе алмауы мүмкін, Б тигізеді. Поняла? Аха. Міне, жаңа ғана біз соның схемасын көрсеттік. Міне, қара, мына жерде көрсеттім. Шынымен түсіндім, папа. Значит, міне. Екеуінің біреуі нысанаға тигізеді. Міне. А тигізеді, Б тигізе алмайды, немесе А тигізе алмайды, Б тигізеді. Значит, 0,6-ны көбейтеміз 0,3-ке, немесе 0,4-ті көбейтеміз 0,7-ге. 46%. Екеуінің біреуінің тигізуі 46%. Поняла? И ең соңғы мынандай сұрақ болуы мүмкін. Өз бірнеше үш жағдай болады. Үш жағдай болады, соның үшіншісі қара. Былай. И міне, смотри. Жоқ дегенде біреу нысанаға тигізеді. Немесе бұл сұрақ міне былай қойылады. Кем дегенде екеуінің біреуі тигізеді. Вот кем дегенде деген сөзді қалай түсу керек? Жоқ дегенде немесе кем дегенде. Түсінікті? Ол не деген сөз? А атқыш тигізеді, Б тигізе алмайды. Немесе А атқыш тигізе алмайды, Б тигізеді. Немесе А да Б да тигізеді. Түсінікті? Немесе А да тигізе алмайды, Б да тигізе алмайды. Сен бүкіл жағдайды қарастырғанда бұл сенде бірге тең болады. Саған керегі мынау міне. Жоқ дегенде, немесе жоқ дегенде біреу нысанаға, кем дегенде біреу нысанаға десе, мен айтам, екеуінің біреуін тигізесіңдер, немесе екеуі де тигізіңдер. Бәрібір маған. Вы поняли, да? Поняла? Ең аз дегенде біреу тигізу керек. Біреу тигізу керек. Ең көп дегенде екеуі де тигізу керек. Поняла? Мен саған айтам міне. Кем дегенде ОБТ-дан 120 ұпай ал деймін. Түсінікті? То есть минимально 120, ну а максимально сколько? 140. Поняла? Ясно? Вот, мында айтам мен сонда. Екеуінің біреуін тигізіңдер, немесе екеуің де тигізіңдер. Бірақ екеуің де тигізе алмасаңдар, это плохо деген сияқты. Екеуің де тигізіңдер. Вот, міне. Сонда маған керегі міне мына оқиға, мына үш оқиға. Осы үш оқиғаның маған ықтималдығы керек. Оны У деп белгілейтін болсам, мынау маған керек жоқ. Значит, бірден азайтам А штрих көбейтілген Б штрих. Ол былай есептелінеді. Міне, екі формуламен есептелінеді. Екеуінің тигізетін ықтималдығын қосасында азайтамыз. Екеуінің бір сәтте тигізу ықтималдығын. Немесе бірден азайтамыз, екеуінде тигізе алмауының ықтималдығын. Поняла?
Мгм. То есть міне мынаны тигізе алмау Q1, мынанікі Q2. Ол міне мына жерден шығады. Ол формула мына жерден шығады. Міне. Вот. Кем дегенде, жоқ дегенде деген сөзге мән бер. Онда бірден екеуінің тигізе алмауын азайта саласың. Понятно? Мгм. Вот. Так, енді мынандай есептерді көрсеткім келеді саған. Тоже болып қалуы мүмкін. Сондай болып қалуы мүмкін есептер. Эйлер мен деген шығатын. Так, қонақтардың 16-сы. Міне қара, қонақтардың 16-сы қымыз, 19-ы шұбат, 14-сі айран ішті. Мына оңай мен андай шығарам. Міне. Енді олар оңай. Анда азайту керек просто логически. Ой, логично, если подумать. Екі қонақ қымызда, шұбатта, айранда ішеді. Үш дөңгелек қиылсақ, мына Эйлер вен диаграммасы дейді. Екі деген сан мына жерде тұрады. Енді қара міне. 7 қонақ қымызда, шұбатта ішеді дейді. 7 қонақ шұбатта, қымызда ішеді. Көп оқушылар былай қателеседі. Міне, қымызда шұбат, мына жерге 7 деген санды жазады. Ол қате. Сенде ондай қате жасап, жерде 5 болады. Өйткені 7-нің ішіне мына екеуі кіріп тұр уже. Поняла? Поняла? Вот. Міне. Мына жерде 5 болады. Міне, сонда міне мына 7 болып шығады. Қымызда шұбат. Енді мына жерде қара міне. 4 қонақ қымызда, айранда ішеді. Қымыз, айран. 4 қонақ деп тұр. Значит, мына жерде 2 болады. Міне, 2 қосу 2, 4. Қымызда, айран. Видишь, да? Там 4 болады. И мына жерде 6 қонақ, мына жерде 4 болады. Міне. Енді бізден шұбатты ғана ішетінін сұрап тұр. Мына дөңгелектің ішінде барлығы 19. Значит, 19-дан азайтамыз. 5, 2, 4. Ол 8 болады. То есть, 9-дан 11-ді азайтамыз, 8. Поняла? Вот. Ну, дәл сондай неміс тілі туралы. Нет, вот такие легкие, Димаш. Бағана мен саған концентрация туралы айтам дедім ғой, иә? Міне, соған туралы көрсетіп жіберейін. Орысша мен қазақшаға аудара саламын. Чтобы 50% қышқылын алу үшін, 50% күкірт қышқылын алу үшін 15% 30 грамм күкірт қышқылына 75% күкірт қышқылын қосу керек. Қосылған 75% күкірт қышқылының массасын табыңыздар. Немесе неше литр 75% күкірт қышқылын қосу керек. Міне мынандай бір ыдыс. Бұл ыдыстың ішінде бізде міне 30 грамм. 30 грамм. Міне мына бүкіл көк түсті сұйықтың массасы 30 грамм. Бұның 15% күкірт қышқылы 15%. Мынандай кесте жасап аласың. М дегеніміз ол таза заттың массасы, то есть мынау міне 15%. М дегеніміз барлық масса, ол бізде 30. Альфа деген таза заттың мөлшері. Альфа деген ол былай анықталады. Таза заттың мөлшерін табу үшін альфа таза заттың мөлшерін табу үшін біз таза заттың массасын жалпы массаға бөлеміз. Ал концентрация деген С деген әріппен белгіленеді, сол альфаны 100-ге көбейте саласың, 100%-ға. Так вот, смотри, бізде таза заттың массасы алғашқыда 30. Оның концентрациясы 15%. 15%-ті жай бөлшекке айналдырамыз. Да? То есть, оны былай жазады. 15%-ті ол бізде қанша? 100-ден 15 қой. Үтір мына жерде қалайсың? 1, 2 орынға жылжи салады. Ол 100-ден 15 болады. Поняла? Значит, мына жерге былай деп жазамыз. 15%-ті 0,15 деп аламыз. 0,15-ті 30-ға көбейтеміз. 30 дегеніміз 3 көбейтілген 10. 0,15-ті 10-ға көбейткенде 1,5 болады. 1,5-ті 3-ге көбейтеміз, 4,5.
Значит, 4,5 ол бізде тұздың массасы. Міне. Көріп отырсың ба? Короче, не ғой? 30-дың 15%-ін табасың, 30-ды 100-ге бөлесің де 15-ге көбейтесің немесе. 0,3-ті 15-ге көбейтесің. То же самое. Енді қара міне. Осыған 75%-тік тағы да міне. Күкірт қышқылы қосылды. Міне. 75%-тік күкірт қышқылы қосылды. Бірақ бұның қосылған міне. Бұның өзі неше литр екен белгісіз. Оны X деп аламыз. Міне, мына жерге кетеді. Онда 75% бізде күкірт қышқылы. Күкірт қышқылы 75%. %75%-тігі 0,75 дейміз. Ал енді мына қосылған 75%-тің массасы X-ің қандай, былай дейік, 75% күкірт қышқылдың массасын анықтау үшін біз X-ті 100-ге бөліп 75-ге көбейтеміз. Немесе X-ті 0,75-ге көбейте саламыз, шартты түрде. Сонда қара міне, күкірт қышқылға қосылады. Видишь? Кислота қосылады. Көрдің бе? Мына кислота қосылады. Ал 30-ға X міне. Мына түгелі 30 ғой бізде сұйықтың массасы. Мынаның бүкіл массасы бізде X. 30-ға X қосылады. Қышқылға қышқыл қосылады. Міне. Сонда шыққанда бізде 50% болу керек концентрациясы. 50%. Поняла? Міне. 50% дегенде біз қалай көрсетеміз? 0,5 деп. Енді міне мына жерде мына формуладан, қара міне, мына формуладан не? Таза заттың массасы дегеніміз біз не дедік ол? Мөлшері дегеніміз ол. Таза заттың массасын жалпы бүкіл массаға бөлу. А значит, таза заттың массасы дегеніміз ол альфа көбейтілген М үлкен. Міне ол альфа дегеніміз мынау бізде. Вот это вот альфа. Енді мына жерде мынандай формула шығады. Ал М үлкен дегеніміз ол бізде таза заттың массасын өзінің мөлшеріне бөле салады екенбіз. Короче, міне осы формуладан барлық формулада шығады. Көріп отырсың ба? Так. Ну все. Енді не істейміз? Значит, қара міне. Біз білеміз, что альфа көбейтілген мынаған, міне, М дегеніміз, М кішкентай дегеніміз, таза заттың массасы дегеніміз, ол жалпы массаның, міне, альфа көбейтілген. Міне, альфа, міне, М үлкен, міне, М. Значит, мына екі ұяшықтың көбейтіндісі бізге. Міне, мынау көбейтілген мынаған, екі сарын көбейтіндісі. Ол бізге мынаны береді. Мына үшіншісін береді. Все, мына теңге 30-ды 0,5-ке көбейтеміз, ол 15 болады. Мына 0,5X. Түсінікті? Міне. 30-ды мына 15, мына 0,5. Енді не істейміз? 7,175-тен 0,5-ті азайтамыз, ол 0,25X. Мын жақта. Ал мын жақта 15-тен азайтамыз 4,5-ті. 15-тен азайтамыз 4,5-ті. Мын жерге 0 қоямыз. 10-нан 5 алғанда 5. Мын жерде 4 қалды. 0, 1. Өтір қалай тұр, солай түседі. 10,5. 10,5-ті нешеге бөлеміз? 0,25-ге бөлеміз, да? Бұны бөлеміз 0,25-ге. Өтірін жылышта салам бір орынға, мұнда екі орынға жылышта салам. Мұнда былай 0 тіркеп алам. 1, 2, 1, 2. Сонда менде шығады 10, 50. Мын жерде 25 деген сан шығады. 25 дегенді қалай білемін? 5 көбейту 5 деп, да? Мынау қысқарады. 105-ті 5-ке бөлем, ол менде 21 болады. 21-ді 2 көбейтем, 42. Все. Значит, 42. X-тен 42. Демек, 42
грамм массасы. 42 грамм 75% күкірт қышқылының массасы 42 грамм. Түсінікті ме? Мгм. Анель, поняла? Да. Так, прекрасно. Дальше. Так, ну, мынаны қоя тұрайық. Мен басқа бірдеңе көрсетейін дедім. Мынандай есеп. Міне. Үш балықшы бірнеше... Ешім маған керек. Бері қой, иә? Үш балықшы бірнеше балық аулады. Так, бірінші балықшы барлық алынған балықтардың біреуін лақтырып тастап, қалғанның 3/1 бөлігін алды. Екінші балықшы осыдан қалған балықтардың біреуін лақтырып тастап, қалғанның 3/1 бөлігін алды. Үшінші балықшы дәл осылай жасағанда шелекте 14 балық қалды дейді. Ну, давай шығарайық, міне. Міне, куча, міне бірінші балықшы келеді де, мынаның ішінен бір балықты алады. Сосын мынаның түгелін 3 бірдей бөлікке бөледі де, соның біреуін алады. Рас. 3/1. Мына қалғандан мен жаңадан үйме жасайын да. Екінші балықшы келеді де, бұның ішінен тағы да бір балықты алады. Мынаның түгелін 3 бірдей бөлікке бөледі де, соның міне біреуін алады. Бұл да 3/1 алады. Только мынанікі побольше, мынанікі поменьше. Одан қалған мынау. Мынадан жаңа үйме жасаймыз да. Мынау да дәл солай істейді, бір балықты алады. Сосын мынаның түгелін 3 бірдей бөлікке бөледі. 3/1 алады. Ну, мына жерде 3/1, 3/2 қалады. Барлығы 14 балық. 2 бірдей кусок қалады. Значит, 14-ті нешеге бөлеміз, Анель? 3-ке. Өй, мына жерде 2 бірдей кусок қалады деймін. 2-ке. 2-ке. Әр қайсысы нешеден? 7-ден. 14 2 жетмес пен. Әр қайсысы 7-7-ден. Қай жерде тағы 7 бар? Міне. 3/1 бөлігінде. Да. 3-3-3-ті. 7-ні өзіне шет қосасың, сосын оған тағы бір балықты қосасың. То есть 3-ті 7-ге көбейтесің, сосын оған бірді қосасың. Қанша? 22. Ал мынау барлығы, вспомни, мынау дегеніміз бізде, немене ол? Ол мынадан, мына екінші адамнан қалғанның 2 бөлігі ғой, дұрыс па? Бұл жерде де 2 бірдей бөлік қалыпты. Бұл жерде соның бір бөлігі бар, дұрыс па? Әр қайсы қаншадан сонда? 11. 11-ден. Где еще 11? Мынау ғой. 33, 34. 33. Еще бір қосасың қанша? 34. Я? Ал мынау дегеніміз, мынадан қалған. Біріншіден қалғанның 2 бөлігі. Правильно? 34 2. 17. Да. И мынауда 17. И плюс 1. Сколько это будет? 13 на 7. 1, 2, 51. 52. 52. Сонда неше балық аулапты олар? 52. Көріп отырсың ба? Так, енді бұны былай сурет осылай салып атпау үшін міне былай схема сызасың. Берешь отрезок. Просто сыза саласың, болды, бәрібір қандай екен. Так. Бұдан не істейді? Бұдан бірінші немене, бір балықты алып тастайсың, 1 единицаны аласың былай. Вот же осталось, дұрыс па? Сосын қалып 3 бірдей бөлікке бөлесің. Ясно? 3/1. Так, одан қалғаны мынау ғой міне. Біріншіден қалған мынау ғана ғой. Дұрыс па? Бұның ішінен тағы да бір балықты аласың. Бәрібір қалай істейсің? Вот. Сосын мынаны 3 бірдей бөлікке бөлесің. Дұрыс па? 3/1. Так, бұдан қалғаны қайсы бізде? Мынау ғой. Правильно?
Мгм. Иә? Мгм. Одан тағы да бір балықты аласың. Иә? Бұның Мгм. қалған үш бөлікке бөлесің. Оның үштен бірін аласың. Дұрыс па? И вот здесь у тебя 14 рыб. Значит,